Мен кей кезде өзім бір таңғалатын, бізде осындай егемендік еліміз бар, осындай астанамыз бар, экономикамыз дамып жатыр. Қазақ елін қазір барлық ел біліп жатыр. Астанаға келіп ауыздары ашылып таңғалып жатыр. Мынандай астана бізде бар. Қанша шетелге барамыз? Шынымыз айтайық, біздің астана әдемі емес. Шетелге бір шығып кетсек, елді аңсаймыз. Біздің бәрібір қаламызға, біздің даламызға жетпейді. Бірақ осында елде тұрып, неге біз өзіміз қазақ болып тұрып? Қазақ салт дәстүрі не надо? Богатство надо. Біз қазақша қате жазып тұрған көрсек, өзіміз күліп кетеміз. Қате жазып қойып бағана. Негізі олай емес қой, былай ғой деп. Барып нағып айтпаймыз. Барып нағып айтпаймыз. Мынаны қате жазып қойсын. Ол мен тілім, ол сен тілің, ол бәріміз тілім, мен тілім таптап сен деп. Жазбайынша тұра беру керек сол жерде. А мектепте балдар оқытқанда білесіздер, бір ата-ана келіп шұқылай берсе, сол баланы жақсы оқытады, ал ата-анасы қарамаған бала өмір оқымай жүре береді. Мы открылись, open, ашылдық деп тұрады. Үшінші орынға түсіп қалдық. Оғанда мән бермей жүре береміз. Мысалы, жануардың өзі, ит үрет өз тілінде. Мысық мяулайды. Сиыр мінер ит. Сиыр көрдіңіздер ме үріп тұрған? Мысалы айтамын. Асханамыз қалай? Қазір айтамыз, асханаларымыздың өзі бізде восточный кухня толып кетті. Қазақ асханасын нағып ашпайсыздар, аға десем айтады. Қазақта қандай тамақ бар, бешбармақтан, қуырдақтан басқа дейді. А енді восточный кухня не жеп жатыр? Сол лағма мен манттан басқа ештеңе жоқ қой. А бізде бар ғой шіркін, бешбармақ бар, қуырдақ бар, сірнесі қандай шіркін жеген адамдар. Шұбаты бар, қымыраны бар, бауырсағы бар, жаңағы көп бізде қазір айта берсек. Мен бір осы концерттің алдында бір іздеп көрдім. Восточный кухня деген Қазақстан бойынша 2312 восточный кухня бар екен, 13 қазақ асханасы бар екен. Сол 2313-тің қожайыны сол қазақтар екен. Восточный кухня ашып қойған. Ал қазақша ашып қойғандар басқа ұлттар. Таңғаласың бар қызық. Неге біз өзіміздің мысалы сахнаға шыққанда өнеріміз, күйді қазір эстрадалық өңдеумен істемесек, ешкім тыңдамай қалды. Қазағымыздың ән жырлары, термелері тек үйде ғана айтылады. Сахнаға әкеліп концерт қойсаң, ан жақтан кіргізіп атсаң, халық мына жақтан шығып қашып атады. Қазақтың ансамбльдері, фольклорлары, қазақ оркестрлары қай жерде отырады? Мейрамханада, кіреберісте ойнап отырады. Гардеробпен туалеттің ортасында. Неге біз қазақпыз ғой? Біз қазақ деген елміз. Сондықтан да мына қазір сол өзіміздің қазақ өнерін, қазақ тілін біз биікке жоғарыға ұстайтын біздер ағайын. Басқа жақтан ешкім келіп біздің тілімізді, біздің өнерімізді ешкім құрметтемейді.